Сәлем достар, бүгін сіздермен қарыннан салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге пісіріліп алынған қарын, перец, аскөк, сарымсақ, чеснок барлығын жіңішкелеп турап аламыз. Қарынымызды жұмсартып суда жақсылап пісіреміз. Турап алған қарынымызға сарымсағымызды саламыз. Сосын перецті, аскөкті саламыз. Чеснокты салып, ұнтақталған қызыл бұрышымызды саламыз. Тұз және кристалл. Дәмі ашырақ болғанын қаласаңыз, ұнтақталған қызыл перецтен кішкене көбірек салуыңызға болады. Және соевый соустан жарты ас қасық құямыз. Барлығын құйып алғаннан кейін майымызды қыздырамыз. 2 ас қасықтай сұйық майды отта қыздырып жақсылап осы үстінен құямыз. Осылай. Дәмі өте жақсы болып шығады. Енді жақсылап араластырамыз. Өзім ыңғайлы болғандықтан қолмен араластырдым. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Ас болсын.